Сәлем достар, плюс бәріне керек арнасына қош келдіңіз. Сіз білесіз бе, Жапонияда әрбір бала күніне 2 бөдене жұмыртқасын жейді екен. Ал Ресей президенті Владимир Путин де оны күн сайын шикілей ішетін көрінеді. Ал тарихқа көз жүгіртсек, Шыңғыс ханның өзі жаралы жауынгерлеріне жұдырықтай ғана бөдененің жұмыртқасын ішкізіп аяққа тұрғызған екен. Бұнда қандай сыр бар екенін білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін көріңіз. Қазақша контенттің дамуына үлесіңізді қосып, тіркеліп, қоңырашаны басуды ұмытпаңыз. Бөдене жұмыртқасы еді де, жұмыртқасы да мың түрлі дертке дауа. Адамның ойлау қабілетін арттырып, ағзаны түрлі жұқпалы аурулардан қорғайды. Ал дәмі тіл үйіреді, дәрі әрі тойымды. Дәлірек айтсақ, кәдімгі тауық жұмыртқасына қарағанда 1 грамм бөдене жұмыртқасы құрамында А және Д дәрумендері 2 есе көп екен. Б тобындағы дәрумендер де анағұрлым, яғни 6 есе фосфор, калий және темір 4-5 есе жоғары екен. Бұл диеталық өнімде мыс, кобальт, никотин қышқылы мен амин қышқылдары да мол. Тағы бір дәлелденгені, бөдене жұмыртқасы тауықтардікіне қарағанда микробтардан таза келеді. Бұл ғалымдарды әлі күнге дейін қайран қалдыруда. Өнімнің ең басты ерекшелігі өз қасиетін жоймай, ұзақ сақталуында. Бөлме температурасы жағдайында айға жуық, ал тоңазытқышта 60 тәулікке дейін сақтауға болады. Бөдене жұмыртқасының қандай емдік қасиеті бар? Мамандар бөдене жұмыртқасын әсіресе балаларға, қарттарға, аяғы ауыр және емзеулі баласы бар әйелдерге, сырқат және әлсіз жандарға жиі тұтынуға кеңес береді. Себебі бұл өнімнің адамның иммунитетін көтеріп, сергітетін қуаты мол. Нақтыласақ, бөдене жұмыртқасы мынадай ауруларға таптырмас ем екен. Бас ауырғанда, демікпе мен туберкулезге, қан қысымының көтеріліп және түсіп кетуін реттейді. Бүйрек, өкпе, асқазан, ішек ауруларын, асқазан жарасын жазады. Фосфор, калий, темірдің әсеріне есте сақтау қабілетін жақсартады. Анемияға пайдасы бар. Сәуле ауруларына пайдасы бар. Бөртпе мен диатезден құтқарады. Салқын тию мен тұмауға, бұлшықет пен сүйектерді қатайтады. Баланың есте сақтау қабілетін арттырады. Диета кезінде арықтауға, ағзаның қапты жұмыс істеуіне көмектеседі. Радиокулитте тұздар мен ауыр металдарды ағзадан тазартқанда адамды жасартатын қасиетке ие. Радионуклеидті тұздар мен ауыр металдарды ағзадан тазартқанда адамды жасартатын қасиетке ие. Бөдене жұмыртқасының құрамына кіретін тирозин, амин қышқылы косметика саласында ең қатты өнім саналады. Сонымен қатар жұмыртқаның аршылған қабыршағын тастамай жуып, газ немесе әсел пешінде сәл кептіріп кофе ұнтақтаушыдан өткізуге болатындығын қолданғандар айтуда. Олар дайындалған ұнтақты ірімшік, айран, тамаққа болмаса суға 1 шай қасықтан қосып ішуге кеңес береді. Өйткені оның құрамында 90% кальций мен 27 микроэлементтер бар. Ал зерттеулерге сүйенсек, дәріханаларда сатылатын кальцийлерге қарағанда бөдене жұмыртқасы қабығындағы кальций адам ағзасына өте сіңімді. Бұдан басқа, ол ағзаға аса қажет мыс, фтор, күкірт, кремний, мырышқа бай. Сондықтан ұсақталған жұмыртқа қабығын балалар мен жүкті келіншектерге ұсынған абзал. Ағзадағы кальцийдің молайып, түйектердің қатаюына игі ықпалын тигізеді. Тістердің маржандай тізіліп, бүлінбеуіне әсер етеді. Ал жұмыртқа құрамындағы лецитин заты қандағы холестеринді төмендетеді. Егер тәулігіне бөдененің 4-5 жұмыртқасын тұрақты тұтынса, ер адамның беліндегі қуатын арттырады. Бірақ та жүрек дертінің атеросклероз түрімен ауыратындар мен оның алдын алушылар бөдене жұмыртқасын аз мөлшерде қолданғаны абзал.
Егер де Жапониядан үлгі алатын болсақ, экологиясы нашар аймақтың тұрғындары үшін бөдененің жұмыртқасы өте пайдалы екен. Бөдене туралы еліміздегі алғашқы ғылыми зерттеу жұмысының авторы Қазақ ұлттық аграрлық университетінің докторанты Мұхтар Байбатжановтың айтуынша, Чернобыль апатынан кейін ғалымдар апат аймағында радиациядан жапа шеккен балаларды бір орталыққа жинап тәжірибе жүргізген. Бір топтың балаларына 1 ай бойы бөдененің жұмыртқасын шикілей ішкізсе, екінші топтағы балаларға жай жұмыртқа берді. 1 айдан соң жұмыртқа ішкен балалардың ағзасын тексергенде, ғалымдар бөдене жұмыртқасы радиацияны ыдырататынын анықтаған. Мұрындарының қанауы, бас айналуы тоқтап, қандағы гемоглобиндері көбейген. Осыдан кейін көпшілік бөдене жұмыртқасын жаппай тұтына бастаған. Ғалымның айтуынша, біздер бөдене жұмыртқасына тәжірибе жүргізгенімізде, оның дәрумендік құрамы тауық жұмыртқасына қарағанда 3-4 есе жоғары екеніне көз жеткіздік деген. Ал мұны жапондар біліп қана қоймай, ұлт денсаулығын жақсартуға қолданғанын айтады. Тіпті мектеп жасындағы балаларға күніне 2 бөдене жұмыртқасын тегін таратылып беріледі. Жапондықтар бөдененің адам бойындағы радиацияны ыдырататынын біліп, міндетті тамақ рационына енгізген. Сол кезде әрбір жапон баласы таңертең міндетті түрде бөдене жұмыртқасын шикідей ішетін болған. Осының арқасында жапон халқы денсаулығын түзеп, ойлау қабілеті дамыған. Бүгінде жоғары деңгейде дамыған мемлекеттердің көшін бастап келеді. Бөдене жапон халқын құтқарып қалды десек те болады, дейді Мұхтар Байбатжанов ақпарат құралдарының бірінде. Бөдене жұмыртқасын тұрақты тұтынған науқастың қатерлі ісіктің өзінен тәуір болғанын дәлелдеген екен. Қазіргі уақытта Жапонияда бөдене шаруашылықтары жақсы дамыған. Бұл елде жылына 19 миллиардқа жуық бөдене жұмыртқасы өндіріледі. Керек десеңіз, бөденені зерттейтін орталықтар институты да құрылған. Сонымен қатар, бүгінде Қытай, Үндістан, Германия және басқа да елдер бөдене ісін жандандыруға қатты көңіл бөлген екен. Жұмыртқасын шикілей қайнатылған, қорылған, пешке сусыз пісірілген күйде пайдалануға болады. Оны түрлі салатқа қоссаңыз да өз еркіңіз. Ботқаға, картоп езбесіне немесе сорпаға да қосуға болады. Ең дұрысы, бәрінен пайдалысы шикі күйінде ішу. Сонда ол өзінің айрықша дәрумендерін сақтап қалады. Бөдене еті мен жұмыртқасы сырқат адамның жазылуына, дені сау адам үшін аурудың алдын алуға көмектеседі. Таза әрі табиғи азықты күнделікті қолданса, көп шығынсыз түрлі дертке қарсы тұра алатындай денсаулығымызды нығайтуға болады. Бүгінде ханның асы саналатын бұл өнім дүкен сөрелерінде толып тұр. Ендеше тұтынушылар қалағанша сатып алуына мүмкіндік бар деген сөз. Айтылған кеңестер пайдаларыңызға жарасын. Өз денсаулықтарыңызды күтіп, пайдалы өніммен қоректеніңіздер. Арнама тіркеліп, қазақша контенттің дамуына өз үлесіңізді қоса кетіңіз және пікірлеріңізді жазсаңыздар, біздер ризамыз. Сіздермен бірге плюс бәріне керек арнасы келесі шығарылымдары тек сіздер үшін.